Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай қызыл ірімшік жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қарасаңыздар. Құрамы 3-ақ заттан құралады. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Міндетті түрде ыдысымыздың асты қалың болу керек. Қазанды қолдансаңыздар болады. Ең жоғарғы отта сүтімізді қайнатып аламыз. Одан соң айранымызды құямыз. Айранымызды араластырып жіберіп, қатты отта қайнататын боламыз. Өте жоғары жылдамдықта қайнатқан кезде бізде осындай процесс пайда болады, яғни бізде қайнайды сүтіміз. Сол кезде тасып кетпеу үшін араластырып тұруымыз керек. Қайта-қайта осылай іріп бастайды басында. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазып, қазақша каналдардың дамуына үлес қосып жіберіңіздер. Қатты қайнатқаннан соң біздің сары суымыз осылай бөлініп, ірімшігіміз бір жаққа жинала бастайды. Келесі отымыздың астын баяу қойып, қазанымызды жауып 3 сағаттай қайнататын боламыз. Арасында араластырып тұрамыз. Мінекей, біздің ірімшіктеріміздің қайнағаны 3 сағат болды. Енді қантымызды қосамыз. Менікі орташа тәтті болды. Сіздер одан да тәтті болу үшін тағы да қоссаңыздар болады. Бізде осындай болады ірімшіктеріміз. Енді сарғайған болады. Одан соң оның бетін жауып, тағы да 3 сағат 2 сағат көлемінде қайнататын боламыз. Сонда қоңырлана түседі. Мінекей, осындай болып шықты. Біздің ірімшіктеріміз дайын болды. Енді суынан сүзіп аламыз осындай сүзгішпен. Мен осындай елегешке сүзіп алып жатырмын. Сіздер орамал немесе марлыге сүзіп алсаңыздар, сол ыңғайлырақ және де формасын сақтайтын болады. Міндетті түрде астына осындай шұңқырлау ыдыс қойыңыздар, сонда суы сол ыдысқа ағып кететін болады. Сүзгішпен сүзіп алғаннан соң осылай үстіне тарелка қойып, ауыр затпен бастырып қоямыз. Сонда суы сырғып, астына ағып кететін болады. Бір түнге қалдырып қойдым мен. Сонда суы жақсы сырғып, формасын жақсы ұстайтын болады. Мінекей, біздің ірімшіктеріміз осындай формасын жақсы ұстап, күшті шықты. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.